Сәлем достар, сіздермен бірге Кинофан арнасы. Бүгінгі видеода біз драмалық жанрдағы фильмге қысқаша шоу жасайтын боламыз. Фильмнің аты «Слишком красивый» деп аталады. Егер дайын болсаңыздар, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Масктың отбасында көптеген жылдар бойы өте әдемі ұлдар дүниеге келеді. Барлық қыздар олардың сұлулығына тамсанады. Сонымен қатар олар өз сұлулығымен ақша табатын еді. Үлкен ұлдар Окес бірнеше жылдар бойы интернеттің жұлдызы болады. Оның миллиондаған табынушылар болады. Сонымен қатар ол ғашықтардың қосылуына көмектеседі. Әкесі Пакарды жүрек жаулап алушы деп те атаған. Ол мыңдаған қыздардың жүрегін әп-сәтте жаулап алған. Анасы да көптеген жүректерді жаулай алған. Кейінірек екеуінің баласы Кулин атты келбетті жігіт дүниеге келген. Бұл отбасы өзінің келбетімен адамдарды таңғалдырған. Бірақ Кулин бұған қуанбайды, себебі ол басқа адамдар секілді қарапайым өмір сүргісі келетін еді. Сонымен қатар ол сәл ғана әдемі болуды таңдайтын еді. Солай ғана оның артынан көптеген қыздар жүгіруін тоқтатады. Қыздар Кулинге қараған сайын қайта-қайта шаштарын ұстап, мұрнынан қан кетіп есінен танып қалады. Бірақ жігіт қанша сұлу болса да ешқандай қызбен жүріп көрмеген. Сонымен қатар ешкімді таңғалдырып алмас үшін үйінде сабақ оқиды. Кулиннің ешқандай досы болмайды. Сол себептен ол жан досы балықпен ғана сөйлесетін еді. Ол онымен бірге карта ойнап өзінің сырларын айтады. Кулиннің тағдырына алаңдаған ата-анасы оны үнемі камерадан бақылайды. Олар да ұлының басқа балдар секілді өмір сүргенін қалайтын еді. Ағасы Кулиннің назарын басқа нәрсеге аудару үшін оған жас қыздардың суретін көрсетеді. Бірақ Кулин өзін жақсы көрген қыздарды ұнатпайтынын, сонымен қатар оны жеп көрген қыздар ғана ұнайтынын айтады. Кулиннің көңіл күйі түсіп, ешқайда барғысы келмей кетеді. Отбасы оны мектепте оқытуға ойланады. Сол себептен түнде Кулин су ішуге шыққан кезде отбасы ақшадан қысылып жатқан түр жасайды. Олар Кулинді үйде оқыту үшін ақша жинап жатқан және таңғы асқа тек қана көже жейтінін баяндайды. Ал Кулин болса бұған қатты таңғалып уайымдайды. Кулин ата-анасына көп қиындық әкелгеніне өзін кінәлайды. Азанда бала ата-анасына мектепке барғысы келетінін айтады. Отбасы Кулиннің бұл шешіміне қатты қуанады, бірақ ол тек қана жігіттер оқитын мектепке ғана баратын еді. Бірақ отбасы Кулиннің қызбен сөйлескенін қалайды. Жігіттер оқитын мектепте бір-екі күн оққаннан кейін қыздар да оқитын мектепке көше бастайды. Ағасы оны мотоциклмен мектепке әкеліп тастайды, бірақ Кулин сол күйі шлемін шешпейді. Өйткені оның әдемі келбетін ешкім көргенін қаламайды. Бірақ керісінше шлем кигеннен кейін бүкіл мектепті назарын өзіне аудара бастайды. Кулин тыныш қана артқы партаға отырған еді. Кейінірек мектептің бұзақылары келіп оны тұрғызады. Мұғалім де сыныптың ішіне кіреді. Ол шлем тағып алған Кулинді көрген кезде қатты таңғалады. Мұғалім Кулинге шлемін шешуді бұйырады. Кулин онымен біраз уақыт бойы келіспей тұрады. Бірақ кейін көнуден басқа амалы қалмады. Мектептің ішінде Кулин өзінің каскасын шешеді. Біраздан кейін дәрігерлер келіп, мұрнынан қан кеткен ұстазды алып кетеді. Кулиннің өте келбетті бейнесін көргеннен кейін ол өз-өзін ұстай алмай талып қалған. Басқа оқушылар Кулиннің өте әдемі екенін және онымен бірге оқығысы келмейтінін айтып директорге шағымданады. Бала үйіне қарай асығып жүгіріп барады. Бірақ оны бұзақылардың бірі ұрып құлатады. Бұзақылар Кулинді мектептің подвалына қарай алып келеді. Сонымен қатар өздерін супергеройлар қылып таныстырады. Кейін бұзақылардың бірі Кулинді не үшін ұстап тұрғанын айтады. Оларға бір қызды сауық кешіне шақыруға көмектесуін сұрайды. Ол келіспейінше осы жерде отыратынын айтады. Сауық кешіне Аманда есімді өте керемет қызды шақыру қажет. Сонымен қатар Аманда сауық кешіне тек қана әдемі жігіттермен баратыны белгілі болады. Сол жердегі Киба есімді жігіт бұзақылардың айтқанын тыңдау керегін айтады. Сәлден кейін Кулин мен Киба мектеп директорына оларға бұзақылар тиіскенін айту үшін барып жатады. Бірақ мектеп директоры оларға қарсы ештеңе істей алмайтынын баяндайды. Кулинге жай ғана сауық кешіне Аманда есімді қызды шақырып бұзақылардың айтқанын тыңдау керегін түсіндіреді. Сол күні Кулин мен Киба олардың айтқанын тыңдамақшы болады. Баланың бұл күні қиындыққа толы болғанымен, ол өзіне жаңа дос тапқанына қуанышты болады. Келесі күні екеуі BBM атты мектепке барады. Сонымен қатар ол жерде әдемі емес ұлдарға кіруге рұқсат етілмеген. Сол үшін қыздар Кулинді шлемде көрген кезде оның шлемін шешуін сұрайды. Жігіт өз шлемін шешкен кезде қыздар айқайлай бастайды. Келесі күні жаңалықта BBM мектебінің қыздарының мұрындарынан қан кетіп барлығының есі ауысып жатқанын көрсетеді. Кулин өте әдемі деген атпен интернет жұлдызы бола бастайды. Сол мектепте оқитын Аманда есімді қыз жаңалықтан Кулинді көреді. Аманда да Кулинге ес-түссіз ғашық болып қалады. Сонымен қатар Аманда Кулинмен жүруді мақсат қылып алдына қояды. Кулиннің сұлулығын көрген қыздар мас отбасына келе бастайды. Жігіттің ата-анасы үйдің ішіне экскурсия жасауды ақылы қылып қояды. Көшеде тығылып жүрген Кулин өз отбасын жаңалықтардан көреді. Сонымен қатар оны біреу пайдаланып кеткендей сезім болады.
Ата-анасы Кулинге қоңырау шалып үйіне қайтуды талап етеді. Бірақ жігіт үйіне қайтқысы келмейді, себебі ол депрессияға түсіп кетеді. Біраздан кейін оның жалғыз досы балықты қыздар өлтіріп тастағаны белгілі болады. Дәл қазіргі сәтте оны аңдып жүрген қыздардан қашып шатырдың төбесіне шығып кетеді. Кенеттен жігіттің артынан қыз шығып, одан шатырдан секіресің бе деп сұрайды. Кулин артына қарап қызды көрген кезде қатты таңғалады. Себебі ол қыз Кулинді көрген кезде есінен ауыспайды. Бірақ қыз Кулинмен сөйлескісі келмейтінін айтып кетіп қалады. Жігіт қатты таңғалғандықтан сөйлей алмай қалады. Ол қыз депрессияға түскен жігіттің көңіл күйін көтереді. Сәлден кейін Кулинға жаңадан танысқан Киба есімді досы звондайды. Ол жігітті үйіне қонуға шақырады. Киба мен оның әжесі Кулинға үйде қанша қалсаң да өзің біл дейді. Үйге кірген кезде Кулин Кибаның ескі карталарды жинақтайтынын біледі. Кулин да ескі карталарды жинақтайтын еді. Екеуінің қызығушылықтары бір болады. Келесі күні екеуі қыздар мектебіне барып, шатырдың үстінде көрген қызды іздейді. Олар Аманданы кездестіріп, шақыру қағаздарын жібереді. Аманда Кулиннің сұлулығына тамсанбағандай түр жасайды. Бірақ ішке кірген бойда оның мұрнынан қан кетеді. Кулин шатырдың үстінде көрген қызды кездестіреді. Бірақ басқа қыздар Кулинді оның жанына жақындатпайды. Біраз күн өткеннен кейін Киба мен Кулин не істесе де бірге істеп жан достарға айналады. Жігіттер бірігіп футбол ойнамақшы болады. Бірақ Кулин шатырда көрген қызды ойлап жүреді. Сәлден кейін футбол ойнап жатқан жердегі кішкентай ғана дүкенді көреді. Дүкеннің ішінен өзі жақсы көріп қалған қызды кездестіреді. Жігіт қызбен сөйлесуге бара жатқан кезде Кибаның да сол қызды жақсы көретінін түсінеді. Кулиннің көзіне Киба екеуі өте жақын секілді көрінеді. Сол себептен Кулин қызды қызғана бастайды. Сол түні ол Киба мен қызды ойлап әрең ұйықтайды. Сол түні ағасы Кулинді кездестіруге шақырады. Інісін көрген ағасы осы сәтті қанша күткенін айтып жылай бастайды. Өйткені ол өмірінде бірінші рет інісіне қызбен кездесу жайлы ақыл айтпақшы. Кейінірек Кулин өз отбасын кешіріп олармен татуласады. Өйткені олармен ұрыспағанда өзін жақсы көретін қызды кездестірмеуші еді. Ағасы екеуі жеміс-жидектерге дүкенге барады. Сонымен қатар қыздың жүрегін қалай жалғап алу керектігін де айтады. Бірақтан ағасының ақылдары жігітке дым көмектеспейді. Өйткені жігіт ағасының ақылын қанша тыңдаса да Киба секілді қызға қатты жақынырақ бола алмайды. Оған қарамастан Кулин қызды жақсы көріп жүреді. Бір күні Аманда Кулин оқитын мектепке келіп, оны туған күн иесі болуға шақырады. Түнге жақын Рей Киба үшеуі караокеге барады. Соңында Кулин мен қыз бірге ән шырқайды. Сол кезде Кулин бақытты болады, бірақ Рейдің көңілі тек қана Кибада еді. Кейінірек қыз Кибаны жақсы көретіні белгілі болады. Кулин қызды қатты қызғанады. Сол себептен Кулин Киба жоқ кезде қыздан «Мені жақсы көресің бе?» деп сұрайды. Қыз болса бірден жоқ деген жауап қайтарады. Бірақ Кулин Кибаны Аманданы жақсы көретінін айтып, қыздың көңіл күйін түсіреді. Түнге қарай Кулин Амандаға звондап өтініш сұрайды. Аманда бірден келіседі. Келесі күні Аманданың туылған күніне көптеген халықтар жиналады. Кулин мен Киба келген кезде Аманда оларды жеке күтіп алады. Сол кезде Аманда Кулинға емес Кибаға көп көңіл бөледі. Тіпті Аманда Кибаны бөлек сөйлесу үшін сыртқа алып кетеді. Сол туылған күнге Рей де келген еді. Бірақ ол төбеге шығып бара жатқан кезде Аманда мен Кибаның қалай сүйісіп тұрғанын көреді. Ол жылап далаға шығып кетеді. Қыздың қайғырып тұрғанын біліп тұра Кулин оған сезімін білдіреді. Бірақ сол кезде Рери оны дос ретінде ғана көретін еді. Қыз депрессияға түсіп тұрса да Кулинді жақсы көрмейтінін айтады. Бұзақылар тобы да Аманда мен Кибаның қалай сүйісіп тұрғанын көреді. Олар қызғаныштан Кибаны ұрады. Досын ұрып жатса да Кулин араласуға қорқып алыстан қарап тұрады. Кейін ол Кибаны үйіне апарып әжесімен бірге оның жарақаттарын емдей бастайды. Кибаның қалай қиналып жатқанын көрген кезде Кулин өзінің қатты қателескенін түсінеді. Келесі күні Киба Кулинға өзінің ең сүйікті картасын береді. Ол карта тіпті Кулиннің өзінде де жоқ еді. Кулин шыдай алмай Кибаға қандай жамандық істер істегенін айтады. Киба досының бұндай әрекетке барғанына сенбей Кулинға қатты ренжиді. Досының айтқан сөздері Кулиннің көңіл күйін түсіріп жібереді. Кейінірек Киба Кулиннің үйінен шығуын сұрайды. Кулин өзін кінәлі сезініп кетіп қалады. Бір ай өткеннен кейін ол өз үйіне қайтып келеді. Отбасы қатты қуанғанымен Кулин ешкіммен сөйлескісі келмей өз бөлмесіне кіріп кетеді. Бірақтан көп уақыт өткеннен кейін ол жан досы Кибаны сағынады. Ол екеуі мектепте күніге кездесетін болады. Бірақ бір-біріне қараудан басқа ештеңе істемейтін еді. Үйінде анасы Кулиннің өміріне алаңдайды. Бір күні анасы Кулиннің жанына келіп, оған өзінің ең жақсы көретін балығын береді. Анасы ол балықты қыздар басып кетейін деп жатқан кезінен құтқарып алған екен. Анасы тіпті Кулинға үйінде оқыса да болатынын айтады. Анасының баласына деген мейірімі өте қатты болады және оған тек қана бақыт тілейтін еді. Анасының сөзіне елжіреген Кулин оны жақсы көретін адамдар да бар екенін түсінеді. Анасының сөздері Кулинді Кибамен татуластыруға шабыт береді. Азанда ол Рейға барып, барлық болған жағдайды айтады.
Содан кейін ол Кибаға барып кешірім сұрамақшы болады. Басында Киба оны жақтырмай тұрады, бірақ кейін Рей жайлы сұраған кезде Рейға деген сезімдерін айтады. Кулин оған Рей осы сөздердің бәрін телефон арқылы естігенін көрсетеді. Осылайша Кулин өзінің досымен ара қатынасын жақсартады. Сонымен қатар онымен қайтадан дос болады. Біраз күндерден кейін үшеуі бірге мектеп бітіріп жатқандарын тойлау үшін барады. Киба Реймен бірге, ал Кулин болса Амандамен бірге жүреді. Кулин мен Аманда мектептегі ең сұлу қыз бен жігіт атағын алады. Кулинге Аманда ұнай бастайды. Екеуінің бір-біріне деген сезімдері ашылады. Осымен фильм де аяқталады. Фильм жайлы пікірлеріңізді комментарийға жазып кетіңіздер. Және арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Кинофан арнасы, сау болыңыздар.